Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге каналымда өте дәмді, оңай жасалынатын гуру лагманның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалынады және тез болады. Дәмі өте керемет. Осы видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі ет осылай жұқалап турап алатын боламыз. 200 бен 500 грамның аралығында алсаңыздар болады. Неге барлығын осылай жұқа етіп турап алдым, және осының үстіне бір жұмыртқаны шайқап құятын боламыз. Және дәміне қарай тұз салатын боламыз. Еттеріңіз тұздалған болатын болса, онда тұз салудың қажеті жоқ. Менде тұздалмаған ет, сондықтан дәміне қарай тұз салдым, және осының үстіне жүгері крахмалын салатын боламыз. Бір шай қасық толтырып. Картоп крахмалы болмайды. Жүгері крахмалын салдық. Енді осының үстіне соя тұздығынан 2 үлкен ас қасықпен құйып, толтырып құятын боламыз. Енді келесі кезекте қара бұрышты да дәміне қарай салатын боламыз. Осының үстіне салқын су құйып, толықтай жақсылап араластыратын боламыз. Крахмалымыз толықтай араласып еруі керек. Жақсылап араластырыңыздар. Және осы араласқан массамызды бетін жауып салафанмен 1-1,5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Етіміз толықтай маринатталу керек. Біз қуырған кезде тез пісетіндей. Енді бізге керегі жартылай ашты қызыл бұрыш, және 2 тәтті бұрыш, және 2 сарымсақ, және пекин капустасының осындай қатты жерін ғана алатын боламыз. Жұмсақ жерін салат жасап тастасаңыздар болады. Менің каналымда бар. Оң жақ бұрышқа сілтемесін қалдыратын боламын. Каналға өтіп көрсеңіздер болады. Енді осыларды әдемілеп қиғаш етіп турап алатын боламыз. Мінекей видеода көрсеткендей етіп ортасынан бөліп, қиғаштап кессеңіздер өте әдемі көрінетін болады. Және сарымсақты да мен ұсақтап пышақпен турап қойдым. Тәтті бұрышты, ашты бұрышты осылай бір көлемде етіп, қиғаш етіп турап шығатын боламыз. Және пекин капустасының да дәл осы қатты жерін ғана кесіп турап алатын боламыз. Бәрінің көлемі бірдей етіп турап шығатын боламын. Және бұл видеода сарымсақ туралған видео түспей қалған екен, 1 сарымсақ турайып қосатын боламыз. Барлығын турап дайындап қойдым. Енді қазанымызға көптеу көлемде сұйық май құйып, қатты қыздырылғаннан кейін осы маринадта 1,5 сағат тұрған етімізді салып, жақсылап қатты отта қуыратын боламыз. Артық маринадтағы суын құюдың қажеті жоқ. Осылай қасықпен сүзіп алып, қазанымызға салып жақсылап қуыратын боламыз. Етіміздің түсі өзгеру керек. Жақсылап қуырдық, етіміздің түсі өзгерді. Енді осының үстіне 1 сарымсақты салып, оны да жақсылап 1 минуттай қуырып алатын боламыз. Сарымсағымыз жұмсарғанша. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін 1 ас қасық тола томат пастасын салып, оны да жақсылап осылай қуырып алуымыз керек. Енді осының үстіне болгар бұрышты және сарымсақты салып қуырып алатын боламыз 1 минуттай. Отымыздың асты барынша ашық тұру керек. Барлығын осындай үлкен отта қуырып алатын боламыз, араластырып отырып. Болгар бұрышында 1 минуттай жақсылап қуырып алғаннан кейін келесі пекин капустасын салып, оны да жақсылап 1 минуттай қуыратын боламыз. 1-2 минут араластырғаннан кейін көлемі осылай азаяды. Сол кезде сіздер сельдерейдің балғын түрін қосыңыздар. Ал мен осындай алдын ала дайындалған, қыстыққа жабылған осындай жандомен сельдерей қосылған салатты қосатын боламын. Бұл сіздерде жоқ болса міндетті емес, бірақ сіздерге осы жерге оң жақ видеоның
қалдыратын боламын. Сілтемесін кіріп көрсеңіздер болады. Және қамыр қайнатылған суды құйып, осылай 5-10 минут көкөністерімізді қайнатып алатын боламыз. Яғни пісіріп алатын боламыз. Мінекей 5-10 минут өткеннен кейін дәмін көріп, алдын ала созып қойған болатын қамырды осының үстіне құйып ұсына беретін боламыз. Және келесі видеоларда мен сіздерге осылай бір тегіс және тез жайылу жолын көрсететін боламын қамырдың. Сондықтан менің каналыма тіркеліп және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай және өте дәмді шығады. Және сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.